Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы тұңғыш ғалым. Сабақтың мақсаты оқыған мәтіннің мазмұнын тірек сөздерді қолданып жазу. Бағалау критерийі: оқыған мәтіннің мазмұнын тірек сөздерді қолданып жазады. Балалар, жаңа сөздермен танысып, сөздік дәптерлеріңізге жазып аламыз. Тұңғыш, первый. Ғалым, ученый. Зерттеу, изучать, исследовать. Білімді, образованный. Сөз тіркестерді қайталаймыз. Зерттеу, жасаймын. Дарынды, зерттеуші. Білімді, зерттеуші. Тұңғыш, ғалым. Келесі тапсырма: оқылым. Шоқан ұстаздарынан көп білім алды. Шоқан получил много знаний у своих педагогов. Олардан зерттеу жасауды үйренді. Научился исследовать. Ұстаздары да Шоқанды дарынды, білімді бала ретінде бағалады. Учителя Шоқана ценили как одаренного, образованного ребенка. Шоқанның досы көп болды. У Шоқана было очень много друзей. Келесі тапсырма, балалар, жазылым. Төртінші тапсырма, 42-ші бет. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып жаз. Вместо многоточий вставьте нужные слова. Мысалы, Шоқан қазақтың тұңғыш ғалымы. Жақсы, балалар. Келесі тапсырма. 6-шы тапсырма. Орны ауысқан әріптерді орнына қойып дұрыстап жаз. Из данных букв составьте слова. Бірінші сөз ғалым. Дұрыс, балалар. Керемет. Келесі тапсырма. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Следующее задание устное. Ответить на вопросы по тексту. Шоқан ұстаздардан не алды? Олардан не жасауды үйренді? Ұстаздарды Шоқанды қалай бағалады? Шоқанның досы болды ма? Керемет, балалар. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз.